жерге не керек? Есікті неге құлттадыңыз? Мен қазір айқайлаймын. Мен сені құтқаруға келдім. Құтқаруға? Неден? Мына тойдан. Әке шешеңді өлтірген жауызға тұрмысқа шықпауың керек. Сіздің есіңіз дұрыс шығар. Шығып кетіңіз, мен қазір айқайлаймын. Тыныш. Мынаны қара. Түсінбедім. Сіз кімсіз? Есімім Жолпан. Данияр Рысқұловтың жесірімін. Әкемнің жүргізушісінің бе? Иә. Адам өлтірушінің әйелімін дейсіз ғой. Күйеуіңіздің мас күйінде көлікке отырғанын білесіз бе? Ата-анамның өліміне сол кісі кінәлі. Күйеуім мас күйінде көлікте отырған емес. Мен полиция бөлімшесінде талдау нәтижелерінің барлығын өз көзіммен көрдім. Сол күні сіздің күйеуіңіз мас болған. Ол құжаттарды мен де көрдім. Күйеуім еш уақытта мас күйінде көлікке отырған емес. Оның ішімдікке аллергиясы болған. Мұның бәрі өтірік. Оған біреу әдейі қасақана ішкізген. Сіз кімді ақымақ қылып тұрсыз? Бұның барлығы кімге керек? Мұны істеген Арсен. Жорығым менің. Менен бақыттана жоқ қой бүгін. Өзіңнің жұмысың бар, өзіңе лайықты жар таптың. Жорығым ау. Ей, сен неғып қобалжып тұрсың? Жоқ, анашым, бәрі дұрыс, уайымдамаңыз. Бүгін өз дегеніме қол жеткіземін, соған қуанып тұрмын. Жорығым. Айтпақшы, әлгі Айсұлуды көрмедім ғой әлі. Қашып өткен шығар? Осы сенің қалжың бар ғой, бір орынсыз жерден екен. Мен мынандай пашөнтойымнан қандай қыз қашып кетеді? Өздері кеп жабыс болса. Кәсіп қалады, уайымдамаңыз. Кешіріңіз, мұсатайсыз ба? Иә. Маған жеке көлігіңіз керек. Мінекейіңіз. Қалыңдық қайда? Маған екеуіңіздікі де керек. Иә, ол қазір сыртқа шығып кетіп өзін ретке келтіруге кеп қалады. Тездетіңіз. Әрине. Қазір анашым. Кешіріңіздер. Анар сізді бола ма? Айсұлу екеумізді қол қойсын деп шақырып жатыр. Ол болса әлі жоқ. Сіз барып шақырып келесіз? Иә, қазір шақырып келейін. Өзің түсінесің ғой, әдемі қалыңдық болғысы беріп айнаның алдында. Иә, әрине түсінемін. Тездесін деп айтасыңыз. Рахмет. Сіз күйеуіңіздің кінәсін мойындағыңыз келмей тұр. Арсеннің оған түк қатысы жоқ. Әкем Арсенді жақсы көретін. Және біздің некемізге өз батасын берген болатын. Мәселе осы да. Әкең қайтыс болардың алдында бір күн бұрын екеуіңнің некелеріне қарсы екенін айтқан. Сіз не жайлы айтып кеттіңіз? Жол апатынан бір күн бұрын марқұм күйеуім әкеңді казиноға барған. Мүмкін емес. Менің әкем ешқашан казиноға барған емес. Жоқ, ол жерге Арсеннің қарызын төлеуге барған. Түсінбедім. Арсен казино ойнаушы ма еді? Иә. Ол жерге барып қарызын төлеген. Қайтар жолда Арсен екеуі сөзге келіп қалған. Әкең Арсен сияқты ойын құмарға өз қызын ешқашанда бермейтінін айтқан. Ал менің марқұм күйеуім осының бәрін өз көзімен көрген, өз құлағымен естіген. Шынымен де, сол күні әкем бір адамға қатты ашулы болған. Бірақ ол Арсен деп ойламаймын. Сіз өзіңіздің күйеуіңіздің кінәсін жуып шаю үшін басқаларға кінә артпаңыз. Жоқ, мен де күйеуімді ақтап алғым келеді. Мен де полицияға бардым, осының бәрін айттым. Бірақ мына хатты жіберіпті. Байғұс қыз-ау, сенің әкеңнің өлімі тек Арсенге ғана керек екенін түсінбей тұрсың ба? Арсенге сен емес, сенің дүниең, ақшаң керек. Сіз бір болмайтын дүниелерді айтып кеттіңіз. Мен дәл қазір Арсенмен сөйлесуім керек. Жоқ, сөйлеспей-ақ қой. Ешқайда бармай-ақ қой. Оған күйеуге шықпа. Одан да қаш. Айсұлу, сен осындасың ба? Бәрі дұрыс па, есташы? Жіберіңіз.
Айсұлу олай жасамаш. Ай, не болып жатыр мұнда? Айсұлу ашты еместі. Анар әпке, Арсен шақырыңызшы, мен онымен сөйлесуім керек. Ойбай, не дейді? Қазір. Тыңда мені, өмір сүрім келсе қаш. Қазір ол келген кезде тым кеш болады. Балаларыммен ант етейін. Сенің өміріңе үлкен қауіп төніп тұр. Болмаса полицияны шақыртайық па? Жоқ, өзіміз реттейміз. Меніңше ана әйел Айсұлуды күштеп ұстап отырған сияқты. Қазір мен өзім берем. Айсұлу, есікті ашшы. Айсұлу, есікті аш деймін. Айсұлу қайда? Оған не дедің? Мен оған бәрін айттым. Тоқта! Кет ар! Ей, мұнда не болып жатыр? Арсен, қайда барасың? Айсұлу қайда? Мына әйел кім? Түсіндіретін адам бар ма? Анар әпке, айқайламаңызшы. Айсұлу! Бол тез қуып жетті, ана кісіні тынышталдыр. Айсұлу суреттерді көріп тұрған сияқты. Ана үйлі оған бәрін жайып салған. Мен Айсұлуға қуып жетім керек. Ана елдің жағдайын кейін шешеміз. Тоқтаңызшы, көмектесіңізші. Сен өлең ол жейсің ба? Басып кете жаздадың ба сен? Аға, қазір олар мені қуып жетеді, өтініш. Сен немене күйеу жігіттен қашып кеткеннен соңғысың? Мәңсімнен бәрін алыңыз. Тек бұл жерден мені алып кетіңізші. Тоқта дейін саған, ей! Анар, дұрыстап түсіндірші. Не болды? Ой, Құдай-ай, бөлмеге кіріп барсақ, Айсұлу жоқ, терезе ашық тұр. Бөлмеде бір әйел тұр. Дым түсінгем жоқ. Анау әйел Айсұлуды қорқытты ма? Қолында пышақ сияқты бірдеме көрдім, жоқ бөлмеде. Ойпырмай, не дейді? Арсенім аман пышақ ала жүгірген, ол неткен әйел, қайдан келген әйел ол? Тыныштаңыздар, ешқандай да пышақ болған жоқ ол жерде. Енді. Дәурен, Айсұлу қайда? Сен түсіндіріп айтшы, мына Анардың сөзінен ештеңе оқыпадым. Әлгі әйел Айсұлуды қатты шошытып жіберген. Айсұлу қорыққаннан терезеден секіріп кетті. Артынан Арсен кеткен қазір кеп қалар. Шарығым-ау, құлыным-ау. Саған біреу пышақ ала жүгірт ма, өзің амансың ба? Жоқ апа, оны дегеніңіз. Бәрі дұрыс, уайымдамаңыздар. Арсен, Айсұлу қайда? Айсұлу көлікке отырып кетіп қалды. Мен қуып едім, жеткен жоқ. Қалай? Кіммен? Өзім де түсінген жоқпын. Білмеймін кіммен кеткен. Ана әйел қатты шошытқан болу керек. Мен Айсұлуға қоңырау шалайыншы. Хабарласпай ақ қойыңыз аға. Телефоным менде міне. Жаңа жерден тауып алған. Мына жағдай түк те ойнап тұрған жоқ маған. Полиция шақырайын. Шақырмаңыздар. Полиция не деп шақырасыздар? Олар келгенде мен не деймін? Қалыңдығым тойдан қашып кетті деймін ба сонда? Ей, масқара, қара бет болдық қой, қара бет, ойбай-ай, ойбай. Сабыр етіңізші. Апа, қойыңызшы сізді төндіре бермей. Ана әйел жағаласып қоймайды, әйтпесе тоқтататын ем. Енді не істейміз? Сіздер уайымдамай үйге барыңыздар. Бір жаңалық күтіңіздер. Біз Дәурен екеуміз естіріп келейік. Сөйт. Шу шығарудың қажеті жоқ. Таяқтың бір ұшы Айсұлуға тиетінін ұмытпаңыздаршы. Жарайды, үйге барыңыздар. Жүр, сабыр етіңіздерші. Кеттік. Тауып бөлеміз. Қаладан алыстап кеттік қой. Енді қорықпай қайта берсең болады. Тойыңыздан неге қашып кеттіңіз? Менің атым Сәбит. Сіздің ше? Егер сіз маған не болғанын айтпасаңыз, мен сізді жаңа жерге апарып тастаймын. Жоқ, аға. Апармаңыз. Мен сізге барлығын айтып беремін. Мені күштеп тұрмысқа бермекші болды. Бастысы, жігітіңіз жақсы адам болса болды емес пе? Кейінірек бір-біріңізбен жақсы болып кетесіз. Сіз қателесесіз. Ол нағыз жаман адам. Қатыгездің өзі. Қателесесіз, қарындасым. Қандай адам өзің баласына жаманшылық ойлайды дейсің? Тойдан қашып кету деген енді мен білмеймін, ертең ел жұрт не дейді?
ата-анам жоқ. Жетіммін. Кешіріңіз, мен білген жоқ. Сонда сізді тұрмысқа беріп жатқан туысқандарыңыз ба? Иә. Жетімнен құтылу үшін қай-қайдағы бір үйге тұрмысқа беріп жатыр ма? Қандай адамдар сіз? Олардың кінәсі жоқ. Олар ештеңені де білмейді. Мен сізге қалай көмектесерімді де білмей тұрмын. Былай істейік. Менің ақшам өте көп. Егер сіз маған көмектессеңіз, мен сізге ақысын беремін. Міне менің саяжайым. Осы жерде уақытша бола тұрсаңыз болады. Бірақ енді шалқып тұрған жағдайым жоқ. Барға қанағат әйтеуір. О не дегеніңіз? Керісінше, сізге рахмет. Қазір мен сізге үйімнің кілті мен қақпаның кілтін берейін. Алыңыз. Сіз маған толықтай мекен-жайыңызды жазып бересіз ба? Және де қай жерде не тұрғанын? Қазір. Алыңыз. Мынау менің мекен-жайым. Осы хат міндетті түрде менің үй қызметшіме беріңіз. Оның есімі Мадина. Ол сейфті қалай ашу керектігін біледі. Мына хатта жазылған ақшаны Мадинадан аласыз. Ол кісі мені полицияға ұстап бермей ме? Жоқ, уайымдамаңыз. Ең бастысы осы хатты Мадинаға беріңіз. Ол өте жақсы адам. Оған сенуге болады. Ал сіз менің осында екенімді айтып қоймаңыз. Уақыты келгенде мен оған барлығын айтамын. Жарайды. Үйге кіріп жайғасыңыз. Бұл жерге ешкім келмейді. Сізді ешкім көрмейді де. Жақсы, кеттім онда. Мына жетім қыздың үйін қара. Жігіттер, жіберсеңдерші. Менің еш кінәм жоқ. Мен жай қақпадағы кілтті алып, есіне бермекші болдым. Кілтпен бірге хатты да тауып алдым деп тұрсың ғой. Қандай хат? Мадинаға жазылған хат. Мынауың қыз болды. Айсыл ғой да, бауырым? Білмеймін. Кәз, бар шындықты жайып саласың. Тоқта! Ұрған ес? Қазір өзі айтады бәрі. Айтасың ғой? Ол байқұс қызда нелерің бар? Оның жетімдігі аз ба сендерге? Ол не саған жетімін деді ме не? А? Басқа не айтты? Сені сүймейтіндігін айтты. Саған тұрмысқа қинап бергенін айтты. Көмектессең көп ақша берем деген шығар тағы. Берсе не бопты? Түріңе қарасам ақылды жігіт сияқтысың. Тыңда. Айсұлудың қайда екенін айтсаң, мен саған ол уәде еткен сомадан 2 есе көп берем. Керек емес маған ақша. Атың кім сенің? Сәбит. Тыңда, Сәбит. Ақша бәріне керек. Сондықтан да қанша екенін айт. Кімге сенерін білмей қалдым. Ол қатты жылағаннан кейін оған жаным ашып кетті. Сен оны танымайсың да ғой? А? Қанша ақша керек, соны айтшы деймін маған. $5000 бола ма? Болады әрине. Болады. Босат. Қайда кетті? Сен осы қыз үшін $5000 бермекшісің бе? Ол ақшаны қайдан аласың? Есің дұрыс па? Ақша төлейтін ойында жоқ.
Оны ұрып соғып біраз уақыт жоғалтатын еді. Ал қазір өз еркімен бізді керек жерге алып келе жатыр. Әрсен, сен қу екенсің. Ол оймен басыма кіріп шықпас еді. Енді оңай олжа қайдан болсын. Бас керек. Бәрінен бас керек. Біз қайда келе жатырмыз? Мынауың бір ит өрген жер екен өзі. Неге мына жерге тоқтадың? Жақынырақ бармадың ба? Жоқ, көзге түсіп қаламыз. Айсұлу мен көлігіңді жақсы таниды. Үркітіп алмайық. Кеттік пе? Кеттік. Жаным, қайдасың? Қайда кеткен? Айсұлу қайда? Білмеймін. Білмейтін несі? Сені менімен ойнағың кеп тұр ма не? Айсұлу қайда? Мен оны осы жерге қалдырып кеткем. Қалдырсаң қайда? Білмеймін, рас айтамын. Арсен! Айсұлу осында. Шай суымаған әлі қайнап тұр. Іздеу керек. Даладан қарау керек. Алысқа кете қойған жоқ. Сен не қарап тұрсың? Жоқ, әлде саған ақша керек жоқ. Жоқ, ақша керек. Жарайды, Дәурен, сен ар жақты көр. Мен үйдің артын көрейін. Ал сен ана қызды таппасаң екеуміз басқаша сөйлесеміз. Мында екенсің ғой сен. Айсұлу! Мен адам өлтіріп қойдым. Айсұлудың дауысын естідің бе? Мен де естідім. Мынаны Айсұлу жатып кетті ғой. Солай сияқты. Бұл жерден тезірек кетуіміз керек. Айсұлуды не істейміз? Айсұлу, не істейсің? Полиция келгенше осы жерде отырмақшысың ба? Кеттік тез-тез. Онсыз да жетісіп жүрген шамыз. Айсұлусыз кетпеймін. Ол осы ма қайда? Арсен, кеттік тез-тез. Айсұлу той көлігімен жүр. Бүгін болмаса ертең табамыз. Кеттік. Жарайды, тоқта. Кеттік. Анашым, әкешім мен адам өлтіріп қойдым. Doğru жолмен жүре алмадым. Адам өмір сүре алмадым, анашым. Менің қолымнан түк келмейді.
Sizleri sağladım. Niye beni tasdik ettiniz? Sen bunda kayda жүрсің? Баланың есімі Санжар. Құдайға және жақсы да батырсың. Жылама, жылама. Қазір жүр. Жүр ала, жүр. Қазір. Sen bunda ne isteyip жүрсің, балақай? Kimsiniz жоқтаймыз мәселесі. Кел ала, кел. Кеше біз біраз отырыппыз. Қазір үйге барған соң, ана қатын ішкенінің барлығын желкемнен шығаратын шығар. Енді тойлататын себеп болды емес пе? Сонда да көп іштік. Абид, Ау, сен ананы көріп тұрсың ба? анау ақ көйлек киген қызды ма? Көріп тұрмын. Ей, кімсің сен? Біздің ауылда не қылып жүрсің? Үстіңе не киіп алғансың? Бұл жерден қалаға қалай бару керек екенін айтып жіберіңіздерші, өтініш. Ана қолыңдағы бала өзіңдікі ма, жоқ әлде ұрлап алдың ба? Участковыйға апарайық. Өзі білер не істейтінін. Жоқ, керек емес. Апармаңыздар. Маған тек қалаға қалай жету керек екенін айтсаңыздар болды. Қазір бұлай. Сосын оңға, сосын солға тіке. Сол жерде. Бірақ автобус 1 сағаттан кейін келеді. Осындай жерде көйлек ұрлайды деп кім ойлаған? Қалай, Санжар? Жүрісі ма? Енді бұлай елдің көзіне түспеймін. Мында жата тұр. Мысық болма. Қазір мына көйлекті. Қазір.
Арсен, қайырлы таң. Қайырлы таң. Айсұлудан хабар бар ма? Әзірге ешқандай хабар жоқ. Бірақ үміт үзбеу керек. Қарныңыз ашты ма? Маған айтпадыңыз ба? Бірдеңе дайындап қояр ем. Осы үйдің қонағысыз ғой. Мен бұл үйдің қонағы емес. Тек әзірге заттарымды әкеліп үлгермедім. Жатын бөлмеде мен киімдерім жатыр, соны жуа салшы. Қонақ бөлмеде ме? Жоқ. Мен үлкен бөлмеге орналастым. Мадина, ерте ме кеш пе? Мен бұл үйдің қожайыны боламын. Сондықтан үйрене бер. Менің міндетім тамақ пісіріп, кір жуып, үйді тазалау ғана ғой. Соны білгеніңе рахмет. Таңғы асты бақшаға әзірле, сол жақта жеп. Сен неменеге маған көзіңді бақырайтып тұрсың? Мен бұл үйде ұзақ боламын деп айттым ғой саған. Жұмысыңды істе. Оны көрерміз әлі. Санжар, екеуміздің қайда бір жатқанымыз білесің ба? Бір өте керемет үйге бара жатырмыз. Бұл менің әжемнің үйі. Анам да сонда туып өскен. Ол жақтан бізді ешкім де тауып ала алмас. Қызым автобусқа келіп шықпадың ба? Иә. Қай жаққа бара жатсыңыз? Аудан орталығына жетіп алсам болды. Ары қарай сосын ауылыма барамын. Аға, сіз ренжімеңізші. Менің сізге беретін көк тиыным жоқ. Әмиянымды ұрлатып алдым. Оның үстіне ысырған бар. Ей, қой, қызым, керек емес. Сырғаңды ақшаңды керек емес. Менің өзім де сол жаққа бара жатырмын. Рахмет, аға. Жаным ай. Түнімен көзілмей шықтым. Жанымды қоярға жер таппадым. Әлгі әйел түсімнен шықпады. Осы біздің азамат естіді ме? Иә, кеше шет жағасын айтқам. Келейін бе деп қояды. Оған шетелден келу оңай ма? Алаңдамасын. Оқуын оқи берсін. Жақсы. Біз бармыз ғой мына жерде. Кеше өзімді сүйдеген мәкеңмен ақылдастым. Әлгі Айсұлудың қашып кеткеніне ана ел кінәлі деп ойлаймын. Әрсенде жанын қоярға жер таппай жүр. Байғұс бала Айсұлумызды қатты жақсы көретін көрініп тұр. Әй, білмеймін. Осы оқиғаның түйіспейтін жерлері көп. Соны түсінгім керек. Ана Әрсеннің байғұсқа ұқсап тұрғаны шамалы. Ой, Қайраке, сен оны әу бастан жақтырмайтынсың. Марқұм бауырың досын бірнеше рет айтып ескертіп кетіп еді ғой. Есіңде ме? Сен осы Әрсенді қорғаштай бергенді қойшы, айналайын. Тәп-тәуір бала ғой. Мені басқа нәрсе алаңдатады. Не нәрсе? Егер Айсұлу жігітінен қашып кетсе, үйге неге оралмады? Менен келіп неге көмек сұрамайды? Білмеймін, сен қалай ойлайсың? Мені көрдің бе? Осы сұрақтарға менде де жауап жоқ. Жарайды. Мен кеңсеге барайын. Санжар, балам. Жылама, тыныштал. Неге жылайсың? Тыныш. Санжар. Бір жер ауыр жатқан шығар. Білмеймін. Ой, білмеймін дейді ғой. Әзір менің аналарын түсінсем құрарсың.
Жарты сағат болды ғой баланы жылап аттан. Айналайын қызым-ау. Мынаны дәрігерге көрсету керек. Иә, дұрыс айтасыз аға. Дәрігерге көрсетуім керек сияқты. Жақын маңда аурухана бар ма? Ой, иә бар. От тура жолда. Қазір мен сендерді сол жерге тастап кетейін. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Дәрігер шақырасыз ба? Балам ауырып не істерімді білмей тұрмын. Иә, мына жерге жатқызып шешіндіре беріңіз. Мен қазір дәрігерді шақырамын. Санжар. Мен кешірші. Менен қайыр жоқ. Ертеңгі күні не болатынын білмеймін. Сені ауыртып алса, мен обаңа қалам. Мені кешір. Сен осында қал. Кешір. Кетіп қалған ба? Тағы да бір көкек ана. Мен барып қуып жетейін. Қуып жет, алыс қызаған жоқ. Жетіп ал. Ойбай, Құлақхан, сенің қай жерің ауырып жатыр? Қане. Қане. Ұлыңызды бізге тастап қашып кеткеніңіз не? Үй алмайсыз ба? Сіз мен жағдайымды білмейсіз. Мен бәрін білем, бәрін түсінем. Бұл жерде баласын тастап қашып кеткен жалғызсыз ғана емес, айналайын. Менің түсінбейтін, бала табуды білесіңдер. Бағуды неге білмейсіңдер, а? Үй алуды білесіңдер. Обалдың екенін білмейсіңдер, а? Көрдіңіз бе? Мен сіз туралы бәрін біл. Ештеңе де білмейсіз. Баланың осында қалған дұрыс болады. Мені түсініңізші. Сонда сіз өзінің туған анасынан гөрі баланың балалар үйінде өскенін дұрыс деп ойлайсыз ба? Менің бір тиыным да жоқ. Балаға тамақ тауып бере алмаймын. Балаңызды қарап шықтым. Балаңыз қарнаш болғаннан жылаған. Дені сап-сау, көресіз әлі нағыз жігіт болады. Дәрігерлер қарап болған соң сізге тастап кете берейін. Түсініңізші мені. Ой, айналайын-ай, мен не деймін? Жарайды. Тастаңыз, бірақ тиісті құжаттар толтыру керек. Егер кейін біреу асырап аламын десе, кедергі келтірмейтіндей. Жарай ма? Жарайды. Құжаттарыңызға қол қойып беремін. Бірақ бұныңызға кейін өкінесіз. Бала әрқашанда анасымен бірге болу керек. Қазір сізге бала үлкен ауыртпашылық келтіріп тұр. Бірақ түбінде сіз бұған өкінесіз. Самат Бауыржанұлы, сізді босану бөлмесіне шақырып жатыр. Не болды? Науқастың жағдайы өте ауыр. Саған мынадай тапсырма. Мына ел баласын осында тастап кетпекші. Тиісті құжаттарын толтырыңыздар. Баладан бас тартамын деген қолғаты болу керек. Сосын әлгі қоғамдық қызметкерлер шақырыңыздар. Баланы балалар үйіне алып кетсін. Жарай ма? Жарайды. Сау болыңыз. Олай болса менің артымнан жүріңіз. Жақсы. Қандай құжат керек? Өзіңіздің төл құжатыңыз бен баланың туы туралы куәлігі керек. Баланың куәлігі жоқ. Олай болса, бала босанған аурухананың анықтамасын беріңіз маған. Анықтамада жоқ. Анықтамада жоқ? Сіз үйде туғансыз ба бала? Қай ғасырда өмір сүресіз? Полицияға хабарласу керек болды ғой. Керек емес, шақырмай-ақ қойыңызшы. Мен негізі баламды өзіммен бірге алып кетемін деп шештім. Солай ма? Жақсылап ойландыңыз ба? Иә. Негізі сіздің маған көмегіңіз керек болып тұр. Маған осы перзентханада босанды деген
құжат жасап бере аласыз ба? Сіз не айтпағанды түсініп тұрсыз ба? Бұл деген қылмыс қой. Мен сізге рахметімді айтамын. Қазір. Міне. Қымбат сақine ғой. Қайдан алдыңыз? Өткен өмірімнен қалған естелік. Сіз маған көмектесесіз ғой. Жарайды. Көмектесейін. Бірақ жүзу үшін емес. Балаңыз анасының қасында болу үшін. Онда біз бедейік. Сіз маған төлқұжатыңызды беріңіз. Беріңіз, келістік қой. Осы жерде тұрыңыз. Асылмар, келгеніңіз жақсы болды. Отырыңыз. Не болды, Айсұлудан хабар бар ма? Жоқ. Айсұлудан ешқандай хабар жоқ. Мен басқа мәселемен шақырдым сізді. Отырыңыз деймін. Не мәселе? Мен фирманың шотынан ақша алмақшы болдым. Сөйтсем, маған ақша берілмейді. Неге? Әрсен, сен не ойлап жүрсің? Алдымен Айсұлуды табу керек. Табамыз. Айсұлуды міндетті түрде табамыз. Бірақ Айсұлу келгенше фирманың жұмыстарын біреу жүргізу керек. Сіз не? Бұның бәрі мен өзім үшін жасап жатыр дейсіз бе? Бұның бәрі Айсұлу үшін аға. Айсұлудың қамын әкесі ойлап қойған. Серікбай марқұм фирмадан түскен ақшаның бәрі алдымен Айсұлудың шотына аударылатын қылып жасап қойған. Оны Айсұлудан басқа ешкім ала алмайды. Фирманың басшысы мен. Демек, ақшаға да менің құқығым бар. Әрсен, сен тек уақытша міндеттерді атқарушысың. Сен тек ағындағы шоттармен өз айлығыңды ғана ала аласың. Егер сен заңды күйеуі болғанында Айсұлудың, онда әңгіме басқаша болар еді. Бірақ тойларың болмай қалды. Маған не істе дейсіз? Жоқ әлде тойдағы болған жағдай менің намысыма тимейді дейсіз бе? Әрсен, мен саған заңгер ретінде шотыңа байланысты сұрағыңа жауап бердім. Ал енді сен менің сұрағыма жауап бер. Айсұлудың жоғалғанын полицияға неге хабарламадың? Нені күтіп жүрдің? Заңгер ретінде сіз де жағдайды жақсы білуіңіз керек. Адам жоғалғаннан кейін 3 күннен кейін барып хабарлай аламыз. Оған дейін амал жоқ, күтуіміз керек. Онда 3 күнде қайтып келмесе, полицияға өзім барам. Алло. Иә, Дәурен. Шоттағы ақшаны Айсұлудың өзі ғана алады екен. Иә. Марқұм әкесі солай жасап кетті. Қысқасы, маған Айсұлу тезірек табу керек. Сенің адамдарың бар ма, жоқ па? Иә, қазір тоқта. Қазір. Иә, айта бер. Бұл жерде сіздің төлқұжатыңызбен баланың осы перзентханада туылды деген куәлік. Өткен күнмен жазып бердім. Рахмет. Сізге енді қарыз емеспін ғой. Осы рахметіңізді жете. Баратын үйіңіз бар ма? Иә. Бұл жерден шамалы алысырақ. 150 шақырымдық жер. Ақшаны алыңыз. Рахмет. Санжар екеумізге жасаған жақсылықтарыңызды ешқашан ұмытпаймын. Одан да ұмытуға тырысыңыз. Сіз мені, мен сізді танымаймын. Барған жеріңізге жеткеннен кейін осы жерге оралушы болмаңыз. Қазір балам, қазір. Райынан қайтты ма? Көндірді құбырдың ел. Дұрыс дедіңіз. Бұл қыздарға қашан ескірер екен? Білмеймін. Олаша барып шай ішейікші.
сүйкімді бала өзі, өзіңнен айнымайды екен. Рас па? Әрине қараш. Тек қана мұрны әкесіне тартқан сияқты. Солай шығар. Қай жаққа кетіп барасыңдар? Алысқа ма? Иә, ауылға бара жатырмыз. Түсінікті. Қалаға шаруамен келіп пе едің? Балам екеуміз жұмыстармен келдік. Жақсы. Бетіңе не болады? Жаңа жолда шаң жұқып қалған ғой, апа. Жар. Біздің автобус жүргелі жатыр. Мен барайын. Жарайды жаным, бара ғой. Жолың болсын. Алайын. Кішкентай баламен жүруде оңай емес. Талай адамды іздеумен айналысқам. Бірақ тойынан қашып кеткен қалыңдықты бірінші рет көріп тұрмын. Сонымен кірісесің бе, жоқ па? Егер ақшасына келіссек, неге кіріспеске? Менің бір ғана шартым бар. Бұл жайлы ешкім білмеу керек. Айсұлудың өзі де, басқасы да. Тапқан кезде маған хабарласам болды, ары қарай өзім реттеймін. Жарайды. Онда келістік. Мынау Айсұлудың суреттері. Әдемі қыз екен. Бір-екі күнде қалыңдың қасында болады деп ойлаймын. Мынау келіскен ақшаның жартысы. Жететін шығар. Бастапқыға жетеді. Онда кірсе бер. Мінеке Санжар, үйімізге де жеттік. Білесің ба? Әжем қайтыс болған. Бұл үйде ешкім тұрған жоқ. Енді екеуміз бұл үйде тұрамыз, е? Жүр ғой. Есіктің кілті. Баяғы орнында тұрған шығар. Мен сені қазір лұжат кетірмін. Жоқ құлақ қалма сен, е? Осында жат. Тоқта! Сен кімсің? Мұңды мұхит, арпалыс пен сынаққа толы, бұл өмірдің қиын жолы, мұхитты мұңға толтырды. Бітпестей бұл өмір сынағы, жауқазынды сынады.